Баршаларыңызға қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен картофель фридің рецептімен бөлісетін боламын. Бұл рецепт өте оңай әрі тез дайындалады. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Картопты қабағынан ашып, жақсылап жуып аламыз. Осындай қалдықта бөліктерге кесіп шығамыз. Видеода көрсетілгендей соломка ретінде турайтын боламыз одан кейін. Міне енді осы картопты крахмалы кеткенше бірнеше рет сумен, салқын сумен шаюымыз қажет. Суымыз міндетті түрде салқын болу керек. Сіздерге түсінікті болу үшін тағы да көрсетіп қояйын. Осылай салқын суда шаямыз, басқа ыдысқа салып отырамыз. Мен 3-4 рет шайып шықтым. Сонда крахмалы кетіп, қуырғанда қытырлақ болады. Одан кейін осы картоптарымызды кептіруіміз қажет. Ол үшін сүлгі немесе салфеткаға салып толықтай кептіріп аламыз. Әзірше табаға май құйып қыздырып қоямыз. Майымыз қатты қызу қажет. Толық кепкен соң қызып тұрған майымызға аз-аздан салып қуыра береміз. Көп салсақ бір-біріне бірігіп қалады, сол үшін көп салмаңыздар, аз-аздан салып отырыңыздар. Ешқандай да қиындығы жоқ, оңай жасалады. Араластырып отырып, осылай қуырып аласыздар. Біздің фри дайын. Үстіне тұз, паприка сеуіп, қасына кетчуп қойып ұсына берсеңіздер болады. Сіздермен болған жансая. Достар, менің каналыма тіркеліп, қоңыраушаны басып, все дегенді таңдап қойыңыздар. Сонда мен әр шыққан видео рецептерімді жіберіп алмайсыздар. Тіркеліп, лайк басып қолдап отырыңыздар.